Сәлем достар, сіздермен бірге жеке чам. Қалайсыңдар? Мен досына мән бермей қойыңыздар, кішкене ауырып тұрғаным бар. Бүгін біз брейнроттарды дамытып, бір перерождение жасап, мықты брейнроттарды басқалардан ұрлаймыз. Солай, мен негізі нағыз аккаунтымды жоғалтып алдым, содан кейін қайта кіре алмай қалған болатынмын. Осы менің жаңа аккаунтыма мән бермей қойыңыздар. Ал кеттік, мен бүкіл природымды сатып жібергенмін. 2 рет перерождение жасаған. Екінші этажды ашып, солай сіздерге дайындап қойдым. Ойынның дауысы естіліп жатыр ма? Кішкене дауысын жайқалайық. Ойбай. Жаңа менің $500 тұратын природымды ұрлап баратыр ғой, сонда $500 жоқ па не соншалықты деп ойлағасың ғой. Енді өзінше болам ғой, мен де новинный пиццанини ұрлаған ең басында. Ал енді мына біреуді сатып алайық. Енді барлығын сатып тастасам да ақшам қалды. Перерождение жасамасақ ақшамыз қала береді. Қанша сатқанмен? Мен базамды жауып қойын құрсын. $500 тұратын брейнротымды ұрлап жүрген адамдар. Так, новинный пиццанини сапсар болып кеткен бә? Мына біреуді сатып алайық. Бомборолло. Кір бол десес нервыма тиме. Бізде мынандай бірдеңе бар екен ғой. Тоқырсынап жүрмін. Көтімді қайнап. Мынандай брейнротымды ұрлап кеткен тұғын ғой, міне қараңдар. Мынау шындылар десе. Мен дейтін достарым арнайы дайындап қойсам, бұлар ұрлап жүр мені. Так, новинный пиццанини көк болып кеткен бә. Боникам бұл бізге перерождение бананини шимпанзе трулимеро трулицин деген брейнроттар керек екен. Ал кеттік. Свина бомбардир керек емес. Так, біз барып ақшамызды тәсе жинап келейік. Жем қорлығымызды көрсетіп, бұларды бір ақша жинауын қалдырмадық қой. Ақшасын сен нағып жүрсің, кедей. Шынына? Мен брейнроттарын ұрлайын деп жүрға 4 секунд қалғанын біліп, арауыңа десе. Білдім сендерді. Құрсын. Өздеріне ұрлап қайтпаса, көр қайтақшы не бар екен оларда. Өңшең новичоктар. Дыққасың өзіңде новичоксың. Так, балерина капучино. Қай? Артынан көрейікші. Трако, так, 4 миллион. Так, 1 секундта 12 мың неме береді екен. Біздің базамыз көр қайтақ секундын 45 нормально. Так, біз барлығын көріп өзіміз қалып кетіпіз ғой. Біреуді сатып ала ғой. Әйтеуір ақша жинап тұрсын. Басқа новинный пиццанини сатып алмайықшы құрсын. Шаршаттым мыналар. 4 миллион. Те сахур. Веше пайде тұң сахур кетіп қалды, Оған бер жүрген жоқ па? Осы неден брейнроттардан шығарып жерген болатын. Қазір те сахур деген мынандай бір теңге шықты. Қаранда 4 миллион секундында 9500 береді екен. Семейді танимын, бірақ оңын танымайды. Танысуы керек еді сонымен танысы алып, кішкене жағдайымыз жақсартып. Не? 300 мың тұрады екен ғой. Албалайық құрсын, албалайық. Жаңа менің ақшам жоқ деп ойлап қалыппын ғой. Менде бар екен ақша. Жаңағы қанша еді? Соны албау керек еді. Нормальный ақша берсе. Ақшам жоқ деп ойлап жүрмін ғой. Перерождение жасаған сияқты сезініп жүрген ғой. Так, біз мынандай қақпан қойып қояйық, мынаған. Ұрлайын ма? Қалай қақпан қайт қоятын еді құрсын. Найырға қойыппын ғой мен. Так, айтпайсыңдар ма? Достар, каналға тіркеліп кетіңіздер, жақында ашқан болатын. Үйге барғанша аман сау жетіп келші, айналайын. Так,
жакындашкан паракшам. Енді мастер емеспін, бірақ сонда да түсірейін деп шештім. Давайте, достар, лайк басып тіркеліп кетейік. Менде описание. Мынау не істеп жатыр? Құрсын біреуге көмектесейік. Біреуге көмектесейік. Қай, ойнап айтам, көмектеспеймін бе. Мені ұрлағанда олар көмектеспейді ғой. Ренжірем. Да семей бізде 2 свинаны қатар шығарып жіберді байқамай. Нан сатып алайық. Да үйге аман есен жетіп келші құрсын. Жолдағылар қағап сүріп сені дейтін. Ұрлап кетер құрсын. Шимпанзини банани бізге қажет қой, қайда? Наума? Шимпанзини банани қайда? Бізге керек қой ол. Біреу ұрлаған ба, сонда түсінбедім. Енді. Ну ладно. Так, бізге перерождениеге трулими. Құрсын базамды тұрайыншы, қорқытып жатыр, мыналар мен бар ғой ше. Трулимиро, тулицин, бананини, шимпанзи. Бәсе міне бананини, шимпанзи керек қой бізге. Еще 12 миллион. Қайдан табам мен оны, достар? Нан ұржелейм ба? Бір ұрамайтын ебедейсіз болдық қой. Қолымызды дым келмейді. Менің заттарымды ұрлап атса мен не істейді екем, қарап тұратын сияқтымын беттеріне. Робокс. Неге мен Робокста жатырмын? Мынау қандай 500 мың теңгелік? Бомбардиро крокодило. Кет, құрсын, кет бар жынды ма? Ойбай, мен ұрып атыр. Қойшы, құрсын, базама барайын. Мен қолымнан дым келмейді, құрсын, ұрлап жерге жапсып жата берем болшайып. Өзімнің бутербродтарымды қорғау керек еді, хотя бы. Так, жинап алайық ақшаларын. Сосын телеграм каналға кірсеңіздер, достар, сол жақта мен өзімнің видеоларым қашан шығатынын, немесе 99 күн ойнасақ бірге ойнайтын боламыз, ссылкалар жіберіп отырамын дегендей. Қосылып алыңыздар обязательно, потому что ютубта жоқ ақпараттар менің өмірім туралы, мысалы. Мәселер, құрсын, неше жүрін құрсын, кедей. Шыны ма? Мен базама көзсіз жүр ғой. Менің өзім ең қымбаты 500 мың бомбардило, крокодило деген затым ғана бар. Налар дейтін менің базама. Неге ондай дауыстар шығып атыр? Сатып алады екен ғой. Сатып алса сондай дауыс шығады екен ғой. Ой, біз дейтін басқаларды айтып қоямыз, өзіміз новичок болып жүр қой. Так, біз мынаны бәрін сатып алдық. Ловушка сатып алдық та. Қымбат заттардың қасына қойып, бірақ 1000 теңге екен ғой, құрсын, сатып алайық нормально. Ловушка өзім түсіп қалмайын бекен? Түспейді екен. Вот. Так, біз 500 мың. Ой, мен базамды жабайын. Неге қойыл? Қойылды. Все. Бірақтың олардың да басы жетпейтініне мен де ловушка қойып атқаным ше. Сонда олар барып, именно ловушкаға түспейді, ұрлайды деп ойлайын ба? Мен қате ойлайым неше. Басым өткен шақпен жасайтын сияқты меніңше. Бізде әлі 60 секунд бар, енді басқалардың базасына көзсіз қайтайық. Мұналар новичок қой, өңшең, мыналардың базасында тым жоқ қой. Мына 20 мың теңгелік вообще маған керек емес. Өңшең, менен де асып кеткен новичоктар. Мынаның базасы нормально екен, я? Мынау базасын қазір жапқан сияқты. Так, бұның базасы нормально, бірақ кішкене артады. Ондай заттарды өзімде сатып аламын. Ужас! Жаңа көрдіңдер ғой сендер, бұлар біреудің базасына өңшең ұрлап жүрді ғой. Өңшең жемқорлармен түскен сияқтымын ғой мен дейтін. Өзімде сондай жаным. Ой, құрсын, бұл әзіл әрине. Қабылдап қалмаңыздар. Базаны жабайық. Мен наларын не үшін қолданбай жүрмін? Еще күшті секіресің бұнымен. Достармен ойнау керекті, менде достарым көрмесе микрофонды қоспай ойнайды.
Bomborollo. Бомборолло. Осыны сатып алайық. Кедей мен ұрмай құрсын. Өзім жүрген адаммын ше, тиіспен еш маған ұстыру. Екінші этажға кетіп бара жатырмын, бәсе, сөйтсейші құрсын. Менің базама кіргісі келмей жатқан сияқты ғой. Сен менің базамда тұрған, сен бақыттысың ғой. Менің базамда анау-мынау адам тұра бермейді. Тек қалсың ғой, енді басаны новине пиццанине тұрған ғой. Trulimero trulicina. Еще кімді айтсаң, сол көрінеді демекші, кетіп бара тұрған мені. Адам нервысы, вообще мен нервыма тиеді, $500. Borbaloni luliloli. Так, 300 миллион, кет давай. Борбалони лулилoli. Шында кет. Leru. Базама аман есен келші мені, 3-4 метр ғана қалды. Borbaloni luliloli. 3-4 метрде қиналып өтеді ғой олар, әркім тиісіп базама. Мен алдыңғы ойнаған кезде, екінші перерождение жасау ойнаған кезде, менің базама адамдар кіріп, мені қатырып, телепортация жасап, ара деген, мындай арама бірдеңе болады екен ғой, сонымен жасап, вообще адамды қинап жүрген, өмірімнен төгіліп кеткен оты сұр. Білесің, міне капучино кетіп баратыр, алайық құрсын, легендарный. Құрсын, алынсай. Ballerina cappuccina. Легендарный деген заттарды аватыр қайтыр, арзын қымбатына қарамай. Pipi potato. Пипи потато деген нәрсе бар екен, соны алып алайық. Үйге аман есен барыңдар. Құдай. Мынау 281 керек емес. Менсінбейсің ғой уже. Байып кеткенсің, жағдай бар. Так. Мынандай нәрселер шықпай қойды ғой құрсын. Ми ашып кетті ғой. Так, мынаны тастайық. Жаман тез жүреді екен. Так, бізге... Кстати, достар, мен досым Жан деген блогерден көріп қалдым. Мынандай флорифера деген затты екеуін бір-біріне қоссаң, андай түйе шығады екен ғой, қымбат. Прикинь. Мен де кішкене блогерлерді қараймын. Соларға қарап үлгі алам де. Уақытым қызықты өтеді. Досым Жан, Айкезет деген сияқты блогерлерді көп көріп отырам. Бізде құр өткен жақпен қалып кеткем. Айттым ғой, достар, өзімде сезем бар осы шоң. Өткен жақпен қалып кеткем, бір дамайын демейсің ғой. Өршең ана. Вам нужно... Менің базам ашық тұрған кет. Қазіргі базам 80 секунд екен менің. Базам ашық тұр екен ғой менің. Айтпайсыңдар ғой, не ара көттіңдер. Чикичан, сенің базаң ашық тұрған. Біреуден ұрлай алмайым ғой мен дейтін. Өте ибалы, инабатты, мейірімді жанмын ғой. Ма пиби батат соңғы рет алайын. Так, енді бітейік. Перерождение жасап үлгермедік, хотя осын шаман нәрсені жинап алдық біз енді сол қарандар. Білесіңдер ма, андай болатын еді ғой, балық аулайтын едім ғой. 14 минут па жалғасады сол балық. Мен сол балықтан аурап, 8 аяқ сондай заттар түсіріп алатын едім ғой. Балық ауларда мастер майнинг дейтін достар. Не жазып, всем привет, это привет. Кому лос бомбит ночью. Так, хай гайс дейді. Ойбай гайс дейді ғой, мыналар дамып кеткен деймін. Барынша шынайы болуға тырысам, өмірде осындай прикол айтып жүретін адамды негізі достарым. Хейт жазбаң. Не істеп жүрсің кеді? Шынды десе. Менің базама көзсіз жүр ғой мұндай бөлі. Түрің ұрсын. Кет. Бір орап, базамның теріс жағынан бір-ақ шығарып жерім сені атып. Berry, bicus, dicus, bombicus. Өлі, аты неме өлі? Берри, көпі, қандай дейді? Berry, bicus, dicus, bombicus. Аны қайталады. Берри, бомбис, дикус, домбикус. Қалай. Ойының даусы естіліп атырма сендерге. Мен қараңдар, өте керемет.
Так, бізде вот мен базыма обзор. Так, база игрока Джания KZ9. Лионел Кактусили легендарий $650 береді секундына, өз бағасы 170 мың. Омбаролла эпик дейді, $275 береді секундына. Өздерің көріп тұрған шығарсыңдар, мұжырып айтпай қосылайын. Так, міне капучино ассасино $75 береді. Авокаликуфо пандакини бананины пипи потата легендарий 1300 ғана неме береді екен. Так, бомба сен не үшін мә деп жатыр, мен налар дейтін вообще одан аз береді. Бомба, мен базам ашып кетті. Бомбардрелла крокоделла 2500 береді. Омбаролла екеу алып не? Леро. Балерина капучино. Вообще сондай ботс кезеттер жинап алыппын мен де, енді қайтеміз сондай енді әпшелерің. Так, пипи потата легендарий 1100 береді. Ал енді достар, осымен видеоны аяқтайық. Біз бүгін первый жиын жасап үлгермедік. Сонда да жалпы танысып, менің жағдайым, Роблокстағы аккаунтымды жоғалтып алғаным туралы барлық ақпаратты ала алдыңдар. Және енді бастап жүрген адамдар болса, брейнротты осылай ойнайды. Егер сатқыларың келсе, жанына барасыңдар да, продат дегенді басасыңдар, ол сол брейнроттың өз бағасынан 2 есе төмен бағада сатылады. Біреуден ұрласаңдар болады, немесе біреудің базасында, мен мысалы осылай біреудің базасы деп ойлайық, осылай қылып кетсеңдер, осылай басасыңдар да респаун жасап шығып кетсеңдер болады, өз базаларында қайта пайда болсыңдар. Себебі біреудің базасында ұрлайым деп қамап қалсаңдар, ол жерде секунды біткенше күтіп тұрсаңдар, сендердің өз базаларың ашылып кетеді, өз базаларынан адамдар ұрлап кетуі мүмкін. Вот осылай. Міне жалпы көрсетіп жіберейін. Вот. Бізде осылай болды. Все, давайте достар, менің телеграм аккаунтыма және осы YouTube каналыма обязательно тіркеп лайк басып кетіңіздер. Егер де көбірек лайк болса, келесі видеода мен өте қызық, керемет сюрпризбен видео түсіретін боламын. Қане достар, қазақша контентті қолдап кетейік. Сіздермен болған Жекетжан, барлығына давайте.